Барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Шыны керек, видео текіп болмай кетті, қанша уақыт болды, сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Бірақ та сіздерге 190 тіркелуші болғанына үлкен алғыс айтамын. Менің арманым болған, енді 200 тіркелушіге жеткізейік. Және бүгінгі видеоға сіздер үшін жазда не істеуге болады деген видео түсірдім. Ұнаса лайк басып аяғына дейін көріңіздер. Өте қызықты видео. Жазда ең алдымен өздеріңіздің жеке күнделіктеріңізді сәндеп, жазға арналған әртүрлі идеяларыңызды жазып сәндесеңіздер болады. Әртүрлі бакет-листер немесе чек-листер, жазға арналған істегілеріңіз келетін істерді жазып параққа түсірсеңіздер болады. Оның өзі өте керемет дүние. Сіздерге кеңес беремін. Мен сияқты бакет-листті Pinterest'тен таба аласыздар. Немесе Google'дан. Өзіңізді кішігірім заттармен қуантыңыздар. Мороженое болсын, кофе болсын, дәмді таңғы астар болсын, әртүрлі тәтті тағамдар болсын, өзіңіздің жегіңіз келетін жақсы тағамдармен, өзіңіздің жақсы көретін тағамдарыңызбен бір күніңізді өткізіп челлендждер құрсаңыздар болады. Ол пицца да болуы мүмкін, мороженое болуы мүмкін, әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңызша. Оның өз сіздерге бір күнді көңілді әрі керемет қылып өткізудің дүниесі. Және мен сіздерге күні бойы пицца жеңіздер деп айтпаймын, тек өздеріңіздің қалауларыңызша. Өздеріңіздің мүмкін ауылдарыңызда немесе қалаларыңызда бір басқа бармаған жерлер болуы мүмкін. Сол жерлерге саяхат жасаңыздар, қыдырыңыздар. Өздеріңіздің бір күніңізді далада өткізіңіздер. Өзіңізге жаңа хобби ойлап табыңыз жазда. Ол өте керемет мүмкіндік. Видео түсіріп бастаңыздар, блогерліктеріңізді дамытыңыздар. Әртүрлі киноларды көріп, теледидар көріңіздер. Шыны керек, теледидарды қазір ешкім көрмейді, сол үшін де сіздерге кеңес беремін. Телефоннан қарағанда теледидар кішкене болсын көзге зиянын тигізбейді. Бетіңізге де күтім жасау өте маңызды. Ыстық күнде беттеріңізде жарылып кетуі мүмкін. Сол үшін де қыз болсаңыз, әсіресе бетке күтім өте қажет деп ойлаймын. Сол үшін де беттеріңізге күтім жасап, беттеріңізді таза ұстаңыздар. Бетіңізді күніне 2-3 рет жуыңыздар, әртүрлі умывашкалармен беттеріңізге маска жасаңыздар. Беттеріңізді де демалтыңыздар. Бетке де күтім керек, өте маңызды, себебі мына ыстық күнде бетте қатты құрғап кетеді. Сол үшін де сіздерге бет күтіміне кеңес беремін. Әртүрлі чек-листер жасап алыңыздар. Мен бұларды сіздерге түсіріп алсын, скриншот жасап алсын деп көрсетіп тұрмын. Керек болса осындай әртүрлі чек-листерден өздеріңізді дамытыңыздар. Бұның өзі сіздерге өте көп көмегін тигізеді. Өздеріңізге уборка жасаңыздар, еденін жуыңыздар. Уборканы айтпасам болмас, сондықтан да бөлмелеріңізді таза ұстаңыздар.
жас айында неге кітап оқымасқа, бір кітапты бітіріңіздер, осы бір айда бір кітап, немесе жазда 3 айында бір кітапты бітірсеңіздер де оның өзі үлкен жетістік. Мен мысалы осы кітапты сатып алдым кеше ғана, оқу үшін маған қатты ұнап жатыр, және сіздерге де кеңес беремін, кітап оқыңыздар, немесе өздеріңіздің қалаған кітаптарыңызды алыңыздар, бір айға мақсат қойыңыздар, осы кітапты оқып бітіремін, бітіргеннен кейін өздеріңізді мадақтап қол миларыңызды дамытыңыздар.